Қиын сұрақ қоймаңызшы. Таңшолпанды ең бірінші көргенде не ойладың? Ой, осы менің әйелім болады деп ойладым. Мен баламды ең бірінші көрген кезде қандай ойда болды? Қуама, жындыма деп ойладым, сөйтсем ондай емес та, нормально. Менің балам ең бірінші сені көрген кезде қандай сөз айтты? Сәлем, қалайсың деп айтты. Таңшолпан сені көрген кезде ең бірінші қандай сөз айтты? Қолыңызды тартыңыз деді. Сәлем қалайсың деп құшақтап есе алды. Қолыңызды тартыңыз деп қойды. Балама сөз қайтарған кездерің болды ма? Жоқ, болған жоқ. Таңшолпан сөз қайтарған кездері болды ма? Сіз кезінде папаға сөз қайтарып бердіңіз? Конечно. Вот сізге тартқан ғой Таңшолпан. Мен баламды жақсы көресің ба? Мам, мен сізді жақсы көремін ғой. Енді шалым. Ол кім? Таңшолпанды жақсы көресің ба? Мама, мен сізді жақсы көремін. Мен сізді қатты жақсы көремін. Аты қанша болашы? О, бай, симпатиялар. Брат, мұрным бітеліп жатыр. Мұрын дейсің ба? Қазір жалпы ауа райының өзгеруіне байланысты қысым төмен қарай түсіп жатыр ғой. Сөйтіп пазофин болса да выявление пайда болады. Қазір саған жақсы май берем, мом дейтін. Соны жағасың, либо болмаса ертең бізге кел. Мынақта жақсы препараттар бар, соны полностью емдеп, рентгенге түсіріп, жақсы лечение алып береміз, хорошо? Сонан барасың аптекаға берсең, жақсы дәрілер береді. Все, жақсы, ауырма. Контейнер, пацаны. Сосновка там. Ербол, Ау. мұрның бітеліп жатыр, не істеп болады? Қай мұрын тілеп отыр? Оң жақ. Оң жақпен бүйтіп жатса 5 минут болды, ол кетеді ғой. Жоқ, кетпейді ғой, жат. Брат, или деп қысып тұрсаң кетеді, брат, отвечаю, мен өзім сөйтіп емделемін, бро. Брат, или болмаса келесі кабинет нормальный лор отыр, соң баршы. Мен ауырып қалам ол тақырып кезінде бар ғой. Ата емдеп беретін едім ғой. Сенен ничего не жалко ғой, родной, ты чё? Давайте, пацаны. Все, брат, онда күте тұрайын, мен қазір тез ағамның үйіне кіремін да, амандасам да, просто нан ауыз тиемін да, шығам, хорошо? Все, брат, все, давай. О, саламатсыздар ма, қалайсыздар? Жансер, қалайсың? Қайдан жүрсің? Жүр үйге кір, чай ішіп ал. Жоқ, мен просто өтіп бара жатып амандаса салайын деген ғой. Қой, жүр үйге хотя бы нан ауыз тиіп шық. Қалайсыздар өздеріңіз, жақсы? Жақсы. Нан ауыз тигенде дайын чай тұр ғой. Отыр да чай ішіп ал. Ой, рахмет енді, рұқсат болса мен тұра берейін, е? Қой, отыр, ет асылып жатыр. Ет жеп кет. Просто поликлиникаға бару керек еді, асығып бара жатыр еді. Қой, қазір деген дамыған заман, цифровизация, 21-ші ғасыр. Телефоннан бәрін бітіруге болады. Мен саған қазір көрсетем, бәрін үйде отырып, қазір телефонмен бітіреміз. Отыр. Жақсы, ағас, сау. Ей, нан ауыз темні шығам деп едің ғой. Сенің ота кірісің мұқ. Құрметті достар, мен ойландым да. Түрім онша емес болса мейлі екен. Түрім красавчик қой. Қыздармен таныспаймын деймін да. Анерде бір екі қыз тұр, красавица екі қыз. Солармен танысайын деп отырмын. Күтіңіздер. Келе жатырмын, екі қызға келе жатырмын. Танысам. Қыздар. Ештеңе. Құры. Танысайын десең осы ғой. Мама, я хотела тебе что-то сказать. У меня сегодня свидание с Джорджем. Доченька, ты так выросла. Я так волнуюсь. Не волнуйся, дочка. Все будет хорошо. Бері қарашы. Сене көзіңді бояп ағасың. Сенің бойың сорайып, ана көтенің шығайын депті. Кеше түнде звондаған кім? Кластасым ғой, Білем мен сен класстас дегенді білем. Общение головокружение маған не надо. Универіңді бітіресің, жұмысыңды істейсің, потом ойланамыз. Жігіт бола ма, сенде болмаймын. На көзіңді бояп жүр дегенді әкең естісе, бірінші мені өлтіреді, потом сені өлтіреді. Қаяқтағы қыздар не айтып отырсың сен? Мен қыздарға қарамаймын ғой, жан, білесің ғой. Сен никогда изменять етпеген ғой, мен білесің ғой, жан. Давай, кеттім мен. Мен саған сенемін ғой. Братан, мен бәрін қарызға жазса ше, братан.
қарызды ровно 2 күннен ой болды ғой братан ровно 2 күн қойып беремін ана болды все Майдан джунгле тепе аллигатор я. Көрші қалайсың, амансың ба? Аманмын көрші. Не жаңалық? Ой, жаңалық жоқ бізде көрші. Үй сол ана үй жақта ремонт жасап жатырмын. Әйелім кеше 200 деп қоймаған екен, 200 әпердім. Ай көрші, базар жоқ. Осы көрші ризамын ғой саған көрші. Шымкентте 5 бөлмелі квартира бар еді. Соны арендаға беріп тастадым. Жоқ қой, сіздің жағдайыңыз. Кеше сестренкам жұмысқа кірісіп беру керек пе еді? Иә, көрші соны жұмысқа кіргізу керек еді. Кіргізіп берем. Бір-ақ звонып. Болды. Мейлі, асылсын. Болды көрші, сізге сомнение жоқ қой көрші. Майдан джунгле тепе аллигатор я работаю на